Сондай-ақ бүгін президент Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасын қабылдады. Қуандық Бишімбаев мемлекет басшысына холдингтің 2013 жылғы қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ оның құрамына кіретін компаниялар тобы қолға алған инвестициялық жобалар туралы баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев холдинг құрамындағы даму институттары Самұрық-қазына қоры іске асыратын трансформациялар жөніндегі шараларды назарға алғаны жөн деді. Сонымен қатар елбасы мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесті қаржыландыруға бөлінген қаражаттың тиімді игерілу керектігіне тоқталды. Қуандық Бишімбаевтың айтуынша, Бәйтерек холдингі 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын қабылдаған. Құжат Қазақстан 2050 стратегиясындағы міндеттерді орындау мақсатында түзілген. Бұдан бөлек Бәйтерек холдингі басқармасының төрағасы даму институттарының инвестициялық және кредиттік қызметінің жандандырылуы, сондай-ақ тиімсіз шығыстарды азайтылуы туралы баяндады. Мемлекет басшысы кездесу қорытындысы бойынша бірқатар нақты тапсырма берді. Бүгін елбасының қабылдауында 1,5 жылдың ішінде Бәйтерек холдингі атқарған жұмысын баяндадым. Сол жұмысқа байланысты елбасы жаңа тапсырмаларды біздің алдымызға қойды. Олар біріншіден біздің экономикамыздың даму институттарының қолдау көрсету қызметін белсендету, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету және елбасының тапсырмасымен 100 миллиард теңге бөлінген ұлттық қорынан ақша, сол ақшаны тиімді пайдаланып, шағын және орта бизнеске жеткізіп, біздің экономикалық дамуын ары қарай жандырту,